Қазір әлеуметтік желілерді ашып қалсаң, балаларын жылатып қойып, мен сендерге жақсы әке таңдауда қателестім, кешіріңдерші деп экранға мұң шағатын аналардың саны көбеюде. Осы сөзді айтпас бұрын осы сөздің салмағының өте ауыр екенін өзіміз сезінеміз ба? Баланың әкесі жаман болса, онда балаңыз да жаман болды деген сөз ғой. Біреудің жаман баласын бағып, оны аяғыңызға тұсау қылғанша өз әкесіне тастап кетіп, өзіңіз қалаған еркін өмірді сүргеніңіз дұрыс шығар. Жалпы ер адамда, әйел адамда жар таңдаудан қателестім деу, ол қателік. Әрбір пендені, әсіресе ерлі зайыптыны өзінің ішкі жан дүниесіне қарай бір-біріне айна етіп қосады екен. Біз адасуымыз мүмкін, бірақ Алла тағала ешқашан адасып, ешқашан қателеспейді. Біздің жасаған әрбір амалдарымыз Алланың есебіне жазылуда. Баланы экранға жылатып қойып, сырттағы жұрттың жүрегіне мейірім саламын деу, ол надандық. Әр ата-ананың жасаған әрекеті балалардың тағдыры болып жазылып жатқанын білу керек. Балам жыламасын, бақытты болсын дейтін ата-ана өзі дұрыс ойланып, дұрыс әрекет жасауды үйрену керек. Кіріп келе жатқан жаңа жыл баршамызға құтты болсын. Әр қазақтың шаңырағында баланың күлкісі көшпесін, аналардың жүрегі қатаймасын, әр әкенің орны бос болмасын. Жаңа жылдарыңызбен.